Достар, әңгіменің жалғасы. Бұл ақжүрек туралығының өзіне аса пайдалы емес екенін бекасыл білмеді деуге болмас. Бүкір түзелмейді, мінез түзелмейді деп бұрынғылар айтыпты деген сөз бар. Бекасыл аға да сол әу баста Құдай берген мінезбен кетсе керек. Оны мына төңірегіне заманға қарап икемделейін, ыңғайланайын деп тырыспағанда болар бәлкім. Соның салдары шығар. Осындай білім, білік, қайрат, жігер, еңбекқорлық, іскерлік, кісілік, әділдік бір басынан табыла тұра қызмет бабының өсу-өрлеуге жалғаспай сонау алғаш сәтте жас маман ретінде сенім артылып сайланған ферма бастығымен тұйықталып қалуы. Бұл қызметте абыройлы жұмыс деп көрініп келе жатқан алғашқы жылдары бір-екі мәрте кандидатурасы совхоз директорлығына ұсынылып, біреулер үстінен арыз жазыпты деген желеумен сайланбай қалған бар. Сонан кейін мұның қызметтен өсемін деген ойы да болмаған сияқты. Бұл жұмысынан алып тастауға сылтауда себеп те жоғын өзі сезеді. Пейіліндегі қанағатшылдықтан болар. Бұл дегеннен тиісті жалақысынан басқа қазынадан қызмет бабын пайдаланып бір үзім нан алып жеп көрген жан емес. Алған айлығы отбасының қажетіне жетіп тұрды. Балалар өсіп өз-өзімен болса тірі жүрсе зейнетақысы бар емес пе деп тәуекел ететін. Жоғарыға жағыну, ол жақтан адам іздеу, біреулерді қол қусыра шақырып ыстық қаумет жасау дегенге әу бастан жолаған жоқ. Келген қонақтарға құшақ жая барын беретін, мезгіл-мезгіл малын сойып, ауылдың шал-кемпірін жинап, әке-шешесіне Құран оқытатын әдетін үзбейтін. Кісінің ала жібін аттамайтын, бірақ бетін бар, жүзің бар демей тура айтатын тік мінезі бартын. Сондай бір сәтіне Өркеннің өзінің куә болғаны жайы бар еді. Мұның студент кезі ауылға демалысқа келгенде үлкендерге сәлем беріп, ықыласы түзу ағаларымен әңгіме дүкен құратын. Әдеті бойынша бекасылдың кабинетіне келген. Алдында отырған 2-3 ауыл адам шаруаларын апыл-ғұпыл айтып, шығып кеткенше бұл үстелдің үстіндегі жаңа келген газеттерді ақтарып қарай бастаған. Қолына алған газеттің бірінші беті жақында Мәскеуге өтетін партия орталық комитетінің кезекті пленумының хабары. Бас хатшы Хрущевтің табақтай суретін сол жиында жасаған баяндамасымен сіресіп тұр. Бұл соларға шұқшиып кеткен екен. Бекасылдың бұл тез құртты деген оқыс үнінен селт етіп оған жүзін бұрған. Бекасыл бас хатшының табақтай суретіне ұнатпаған қабақпен тесіле қарап қалыпты. Бұл тас құртты, деді әлгі сөзін қайталай. Мына кеңестер одағының қазығын босатты бұл. Сталиннің қажыр-қайраты мен темірдей тәртібінің арқасында бүкіл дүниені дірілдетіп алақанына ұстай бастаған мемлекетті ыдыратуға апарады бұл. Өркен мына тосын әңгімеге қалай қосылудың ретін білмей аңтарылып қалған. Ой, ол не дегеніңіз деп сұрайды алмай, мұныңыз жөні бар сөз екен деп қоштайды алмай мүдірді. Мұның осы қалпын қапысыз сезгендей ол әңгімені өзі қайта бастап кетті. Елді ел еткен еңбек пен тәртіптің қадірі түсіп барады. Ортақ мүдде, көпшіліктің қамы деген ұғымдар көлеңкеленіп, жеке бастың күйін күйттеу, оңаша отау құру әрекеті, осы әрекеттердің ыңғайынан келіп туындайтын көзбояушылық, жемқорлық әдеттер етек алуда. Қоғам өміріндегі сөз бен істің арасы қабыспайтын болды. Тауырқыпа, науқаншылық, жалғандық өрістеп тұр. Осылардың байқаған қара халықтың билікке, саясатқа деген сенімі, үміті азайып бара жатқан сияқты. Мұның арты жақсылық апармайды. Қалтасында табақтай партбилеті бар, аудандағы көрсеткіші жоғары үлкен бір ферманы басқарып отырған коммунистің мемлекеттік бірінші басшысы туралы бұлай қарсы пікір білдіруіне япыр-ай, тым қатты айтып отыр-ау, мұндай әңгіменің өзіне зияны тиіп жүрмесе деп жанашырлық білдіре ойланған. Бекасыл аға сол ренішті қалпы сөзін жалғастырды. Құдай қайтып көрсетпесін, біздің жастық кезіміз қиындықта, жоқшылықта өтті. Бірақ отанға, қоғамға деген сеніммен, үмітпен өспедік. Жоқ-жітік бола тұра біз үзім наннан бөліп жескен қайырымды бауырмал қалыптан шығып едік. Оқыған мектебімізде, жүрген ортамызда өгейсіткен жоқ. Оқимыз дегенімізді оқытты, қызметін беріп талабымызға қарай өсірді.
еңбек еткендердің еңбегін бағалады. Мен орта мектепті бітірген соң шешемнің пойыз пұлға деп тауып берген азын-аулақ ақшасын қалтамның түбіне тігіп, жолға деп дайындаған бір дорба талақанын арқалап аттанып едім Алматыға. Тиісті емтихандарын ойдағыдай тапсырып оқуға түстім. Стипендиямен күнделтіп ауылға жоғары білімді зоотехник болып оралдым. Енді естимін, оқуға түсуді баланың білімі емес, тамыр-танысы, ақшасы шешетін жағдайға жетіп қалыпты. Бүгінде оның шет жағасын өзің де көріп сезіп жүрген шығарсың. Солай ма? Солай сияқты, деді Өркен жауапсыз қала алмай. Шынында бұл әуелегенде қойдың, онан кейін сиырдың, жылқының құнымен сатылай жоғарылап, кейін Жигули, Волга автокөліктерінің бағасына көтерілген, әр баланың оқуға түсуінің кепілі болған. Білімнің керек десең қоғамның болашағына шырмауықтай жабысқан зардабын тигізген дерті тірледі. Солай болса, бұл мына мемлекеттің келешегіне зиянды шаруа. Бұл теңгермешілік емес, теңсіздендіру. Әркім қабілетіне, ыңғайына қарай тіршілік жасау керек. Бірің тайшы болсаң, бірің тойшы болсаң, бірің қойшы бол, деп бекер айтпаған аталарымыз. Кім табиғатынан оқуға ынталы, білімге бейім болса, ол жолды сол қусын, сонда жақсы нәтиже болады. Ал зердесі төмен, талабы кемшін баланы ақшаның күшімен оқытқанмен түптің түбінде халыққа пайдасы болмайды. Олар алдындағы қабілетті жастық жолын кеседі. Тек дүмбілездік деген осыдан шығады. Қайдан қалай тамыр тартып өсіп келе жатқанын білмеймін. Бүгінгі қоғамның әр саласын осындай жылымқор тірлік деп барады. Бекасыл аға бұл әңгімелерді шын қабыланып, жаны күйе айтып отырды. Осы сәт Өркен бала кезіндегі мына бір жайттерді есіне алған. Өткен 20-шы ғасырдың 50-ші жылдардың басы болатын. Мұның қайтыс болыпты деген тосын хабардан қараша жұрттың аспан жерге құлап түскендей ме, алапат құйын соғып өткендей ме, әлде дүние шегін ішіне тартып тыныссыз қалғандай ма, қандай да бір үрейлі, дағдарысты, қайғылы сәтті бастан кешкен аянды. Мектептегі бұларда сәби жүректері езіле өксіп жылағанды. Сол жақта бұл қазаға қалың көптің қайғырғаны, арқа сүйер қамқорлығындай жолбасшысынан айырылып аңтарылғандай күйзелгендері көрген жанның көз алдындағы шындық. Осыдан бірер жылға жетер-жетпес уақытта өткен кезекті құрылтайында Кеңестер одағының бірінші басшысы Хрущевтің жасаған Сталинді әшкерелеген әйгілі баяндамасы кеңес халқының көңіліне үлкен дүрбелең салған оқиға болып еді. Бала Өркеннің сондай сезгені көпшіліктің жігіт болып сөзге араласа бастаған осы бекасылдардың әңгіме лебіздері. Ықылас пейілі әлгі баяндаманы құптап қошуақ алудан гөрі Сталинді жақтап, оны мынадай жамандықтарға қимаған ниетте еді. Және сол пікірлерінен кейін де айнымаған тәрізді. Хрущевтің жылымығы аталған бұл саясаттың тарихтың бүркелуі жатқан бір қаралы беттерін ашып, халыққа жазықсыз жапа шеккен, құрбан болған біраз асылдарының есімін, рухын қайтарып берген елеулі оқиға болғаны шындық. Бірақ осындай іс істеді деп ризашылық білдіріп, құрметтеп, осы тұлғаға жүректерінің төрінен орын берудің орнына неге екенін қалың көпшілік оны әу баста ұнатпаған қалыпта кекетіп мұқатудан бір танбады. Дүрілдетіп он шақты жыл отырған тағынан қуып түсіріп жатқанда да әттеген-ай деген ешқайсысы жоқ. Сталиннің киесі атты ғой барысын деп артынан қолдарын бір-ақ сермеді. Басқа тірліктерін қайдам, көпшілік оны осы Сталинді қаралағаны үшін ұнатпаған тәрізді көрінетін Өркенге. Кешегі халық жауының баласы, бүгінгі коммунист мына бекасыл аға да осы көптің бірі. Сталинге деген қыжыл налысынан гөрі құрметі басым. Бұл қалай деп ойлаған Өркен сонда біреулер атқандай жеке басқа табынудың санаға сіңіп қалған үрейі мен көрсоқырлықтың салдары ма шынында да жоқ, әлде мұртты көсемнің халықтың жүрегіне ұялауға лайық кемеңгерлік дара қасиеті, елге сіңген ерен еңбегі бар ма? Тек деген, тектілік деген киелі ұғым бар. Ешкім өзін тексізбін, тексіздік жасадым деп ойламайды әрине. Бірақ оның кім екенін, не жасағанын былайғы жұрт біліп бағалайды. Солар таразылайды. Қолына тізгін ұстап, атқа мінгендердің жақсы болғысы, жақсы атанғысы келмейтіні жоқ әсілі. Бірақ барғызбасаң, барғызбас дегендей, сен өңмеңдеп
ұмтылғаныңмен жақсы атыңды да жаман атыңды да шығаратын әлгі көпшілік. Оған қарсы тұрар қайраның жоқ. Олардың кісіге тірлігінде берген бағасы ол кеткен соң да соңында тарих болып жалғаса беретін тәрізді. Қызыл өкіметтің, большевиктердің халықты адастырған, келешегіне зиян тигізген солақай саясаттарының бірі кедейді қолдау, бай манаптардың тұқымын құрту әрекеті болғаны белгілі. Соның әсері шығар, өркендердің бала кезінде бидің тұқымы байдай, байдың баласы, тектінің ұрпағы деген сөздер құлаққа жағымсыз түрпідей естілетін. Ондай атаудан ел үрке қашатын. Ал осы тек, би деген сөздің адам баласына жат ұғым өгей нәрсе емес екен. Бұл алғаш өз әкесі мен осы Бекасылдың лебіз нәмінен аңғарған болатын. Көпті көрген, сол көргендерінен жақсылық пен жамандықтың, ізгілік пен надандықтың төркінін жіті зерделеп сабақ ала білген. Төңірек тірліктің қалтарыс-бұлтарысын құлтықсыз аужайлап бағамдай отырып айтатын түйінді сөзі, қарақатты көз қарасы бар, әкесіне есі бар жас жігіттер сыйластықпен сәлем беріп, орайы келсе сөзге тартып, әңгімесін естуге бейім тұратын. Солардың ішінде айрықша ықылас білдіріп, жиі-жиі келіп тәжікелесіп жүретіні осы Бекасыл еді. Өркеннің бала кезіндегі әкесі мен Бекасылдың арасындағы бір әңгіме әлі есінде. Бекасыл аудан көлемінде жауапты қызметте жүрген әлде қандай жігіттің жасаған ұятты шаруасын күйіне айтып отырды. Мен ондай кісі деп ойламаған едім. Адам аласы ішінде деген осы мекен қария деп қойды. Ой, батыр-ау, деді әкесі, иттің боғынан қыл шықпай тұрмайды деп бұрынғылар неге айтқан? Ол кешегі бәленшенің тұқым емес пе? Көн тартса қалыбына деген шырағым. Атасы жақсыдан жақсылық, атасы жаманнан жамандық шықпай тұрмайды түбінде. Ол баланың тегінде сондай бір кемшілік бар ғой. Аты шыққан кісілердің бірі ізгілік иесі бола бермеген. Атына заты сай еместері басшылық. Жаңағы айтып отырған жігіттің естуімше кешегі сол бәленше болыстың ұрпағы. Иә, солай көрінеді деп сөз қосты Бекасыл. Олай болса мына әңгімені естуің бар ма? Деп бастап әкесі өткен бір тарихта әлгі жігіттің болыс болған атасының кезінде төңірегіндегі елге көрсеткен қиянатын, ақ патшаның жандармдарына тыңшылық қызмет атқарып, елдің бас игі жақсыларының үстінен донос жасап, талай кісілердің обалын арқалағанын, онысы сезіліп қалып, айыпкер болып жұрттың онан теріс айналған оқиғасын айтып берген. Бәленше болысыңыз сондай болған кісі ме еді, деді Бекасыл. Қара жер хабар бермесін, әлгіндей істер болыпты. Әсілі бай болыс атанған кісілердің бәрі бірдей мал мен билігінің арқасында аты шыққанымен айттым ғой, ізгілік иесі бола бермеген. Иманды парасаттылары ғана кісіліктің жолын кірлетпей ұстап, ел жұртының жағдайын әужайлап, ертеңіне алаңдай білген. Жер қайысқан малдарының шаңынан көздерін шел басып, құдайды ұмытқандары, обал сауапты керек етпегендері, кедейге тізесі батып, нашарға қамшысын тигізгендері де аз емес. Оларды көзіміз көрді. Кешегі кәмпескеде атылғандар мен жер аударылғандардың ішінде жазықсыз жақсылармен бірге жаңағыдай қиянат иелері де болды. Солардың кезінде ат үстінде жүргенде пенделік асқақтығы болғанын түсінген, онысын Алладан кешірім сұрағандары да бар шығар. Өзімдікі жөн еді, мен кеткенде рахымы болсын. Кеткенде бар шығар. Қай-қайсына да Алланың рахымы болсын. Ертеректе құлағыма тиген осы мына Жетісу жағының тумасы Пәшен деген болыс абақтыда атылайын деп жатқанда айытыпты деген бір әңгіме есімде қалыпты. Баласы Жәлменденің пішен едім, кезінде Николайдың кісақ едім. Қысақысы кісіге кетпейді екен, мен де өзім талайларды қысап едім, деген екен қайран ерің. Өмірдің жақсысында жаманында бастан өткерген, қызығын қызықтаған жанның Алланың алдындағы ақ сөзі бұл. Осыларды естіп білген адам сабақ алмас па?
Әкесінің мына әңгімесі тұздық болғандай, ендігі сөздің ауаны арғы-бергі өткен жайларға ауысып, талай аруақтардың аты аталмасы бар ма? Елге қайырымы тиген кісіліктің, кемеңгерліктің үлгісін көрсеткен талай жақсылар мен жайсаңдарға Құдай рахмет етсін. Айтылған Өркеннің пайымдауынша мұндай ескі әңгімелер көне құлақ қариялардың сұхбатына тиесілі тәрізді еді. Институт бітіріп келген мына жас қызметкер жігіттің ел әңгімесіне соншалықты ыждахаттылығына, онан мол хабарлығына таң болып, әрі осы жай өзіне тосын қызық көрінгендей сезінген. Бекасыл өткен бір істі кісіні өзі бастап сөз етеді де оның тарихын, шежіресін түптеп-түгендеп алғысы келгендей әңгіменің ұзын ырғасын әкесіне қалдырып, ара-тұра нақтылай түскендей сұрақ тастап араласып қойып отырады. Жасында естіген осы әңгімелер Өркеннің есінде ұмытылмай, сондағы аты аталған жақсыларға деген құрмет сезімі әлі күнге дейін жүрегінде сақтаулы. Әңгімені сурет салып отырғандай бояуын қандыра, келісті шырайлы жинақты желілейтіндей әкесі: ой, не бір дүлдүлдер өткен ғой, солардың көбінен тұқым қалмады қазір. Кешегі кәмпеске аштық соғыс түкпіріне жетіп кетті деп күрсініп қоятын. Сонан кейін екеуінің сұхбатының тақырыбы кімдерден кім қалды, кімдер бар бүгінде, олар қайда, қандай деген орайға ауысатын. Осы ұзақ сонар әңгімені әкесі былай түйіндереді: жақсыдан туғандардың бәрі жақсы бола бермес, бірақ имансыз нәлеті болмаса керек еді. Әсілі адам текке тартпай тұрмайды. Текте бар жақсылықта, жамандықта соқпай өтпесі кәдік. Бірақ заман өзгерді ме, адам өзгерді ме, бүгінгілердің қалпы басқа болып бара жатқандай ма, қалай? Кезінде еліне абырой болған жақсының қазіргі кейбір ұрпақтарына қарасаң қарның ашады. Сөзінде де, ісінде де бәтуа, береке жоқ. Әруақтың арты жын болады деген осы ма екен? Әлгілер сөйтіп жүріп, сол кісінің тұқымымыз деп ауыздарын кере сөйлейтіндерін қайтерсің? Атасының атынан садақа кеткір, ондай кісінің баласы екенін білетін болса, атаның атын кірлетпейтін тірлік кешпес пе? Әзәзіл білулердің шағыстырып айдап салғанына, айдақтағанына еріп, ой, ол кім еді сонша, сен ғой сен деген жалған қолпаша жуан мазағына елігіп, туысы мен досына дұшпандық жасауды тайынбайтын парықсыздар, арам жымықсы іске мәйім тымпибайлар көбейді. Осы ұры ниеттерді егіп, өсіріп, таратып отырған бағбан бар сияқты көрінеді маған мына дүниеде. Байқап қарасаң, адал жан жамандықтан жүдейді, ал арамза кісі жамандықтан түлейді екен. Бекасыл батыр жақсының қадірін жақсы білет, жаманға өзінен басқаның бәрі жаман, пендесін Құдай жақсы пейілінен айыра көрмесін. Өркен қазір осы әңгіме, осы естеліктерді ой елегінен өткізе отырып, көңілінде көлденеңнен тұрып алған неге, қалай деген сұрақтарға тағы да жауап іздеп, не түрлі қисын жорамалдарды шарлап, солардың қайсысына жүгінерін білмей дайдай күй кешкен. Бір бет қайсар ер мінезді жаратылыс жан еді. Жаңағы ағайындары айтқандай, бойында әлдеқандай жазылмас дерттің белгісі пайда болып, алдағы тірлігінде біреуге күні түсіп қолы қарап, қор болудан сескеніп қашты ма екен? Шынында деген тұспалда көңілінде қылаң берген. Бірақ бұл байламға тоқтай алмады. Ерік жігері мықты, қайратты, ақылды кісі еді ғой, неге олай өтсін деп ойлады. Бірақ әйтеуір бір гәп бар ғой деп қайта толғанды. Бұл не жағдай болды екен? Соңғы бір кездесулеріндегі ол кісінің көңілсіздеу кейпі, айтқан реніш сөздері есіне оралды. Аға, жағдайларыңыз қалай? Ауылдың хал-ахуалы жақсы ма? Шаруашылықтарыңыздың көрсеткіші жаман емес сияқты деген. Бұған шаруашылықтың көрсеткіші тұрыпты ғой. Алайда адамдардың жан дүниесінің ниет, пиғыл, кісілігінің көрсеткіші төмендеп бара жатыр ғой деп көңілдегі алаңын білдіре отырып, әңгімесін одан әрі сабақтай түсіп, мына жайларды толғана баян еткен еді. Бейнетіммен жан сақтаған жұрт қой бұл. Ел айналайын еңбек етеді, соның нәтижесінде егіні көгеріп, малы төлдеуде. Осылардың арқасында атқа мініп жүрген үлкенді кішілі мына чиновниктерінің іс-әрекеті дұрыс болмай барады. Осы ел болсын, мына шаруа өсіп өркендесін деп жан ауыртып жүргендер шамалы, тек өз басы үшін қарақаттанып, пылаңдатып жүрген шолтыраңбай біреулер
жалғандықтың да қиянаттың да не түрін тайынбауға бар. Келе жатқан өскін жастарға жаман жол жаман үлгі болды бұл. Айналаңдағы адамдардың имансызданып азғындап бара жатқан мына тірлігіне қалай шыдарыңды білмейсің. Сонан соң жаның ашып біреулерін іні тұтып, біреулерін замандас тағдырлас сырлас тұтып, бұлай емеспені айтсаң, адал сөзің әдіре қалып, олар әлгі жетекшілерінің қосына барып, солармен қосылып өзіңді келемеждеп көз түрткіге айналдырады. Жаман әдет жұққыш келеді деген осы. Аз ғана жылдар ішінде бұрын аш болсын, тоқ болсын, жақсы заман, мейлі жаман заманда өмір кешсін. Қай ғасыр, қай қоғамда болса да қайырымды, қонақжай, адал, ақкөңіл, кең пейіліңнен бір Құдайға сеніп тәуекел еткен иманды болмысынан, атадан балаға мұра болып келе жатқан салт дәстүрінен, әні мен өнерінен ажырамаған мына жұрт осының бәрінен аулақтанып, өзге нәсілге айналып бара жатқандай көрінеді маған. Азаматтары ұсақталып, еркектік сез қасиеті төмендеп, кісілігін жоғалта бастаған соң әйелдік шолжың, шайпаулық үстемдік құрады. Әрине, мен осы әулеттің келінімін ғой. Менен шыққан перзент осылардың нәм ғой. Бұлардың өзіне тән қалыптары қандай бұрынғы соңғы ел аузына іліккен кімдері болған деген шаруаларға назар салып, соларды баласына үлгі өсиет етіп, қоғамдаудың орнына төркініне қарай тартпақтап, бұл ауылға мұрнын шүйіре қарап, көрдеңдей басқан көкірек қатындар көбейді. Сонан соң міне қазағыңның қазіргі жағдайы. Әрине, заман да адам да өзгеріп тұратыны табиғаттың заңы ғой. Ал мына түрлену ол өзгерулерден бөлек. Иманды керек етпей тек байлықты қуған кәззап пиғылға орай Тәңіріңнің өзіңнің адам баласына әкеле жатқан зауалы тәрізді. Адамзатты әрісі Алланың ақ жолынан, берісі ізгіліктен айыратын нәрсе менмендік. Менмендіктің төркіні мен, маған, тек өзіме болсын пиғыл, ал маған да болсын, саған да болсын ниет үстемдік құрса, дүние мұнан гөрі әлдеқайда таза, жарық, қуанышты көрінер еді. Осыны ойлай білген жан көрпендешіліктен, өзімшілдіктен бойын аулақ салса керекті. Адам басынан өткен жайға ой жіберіп, онан сабақ алса керек қой. Ал мына жұрттан ондай қалып байқалмайды. Жасаған қулық сұмдығының өтеуіне Тәңірі зауал беріп, қара жамылып, ақ ұрып отырып, көкейіндегі сол арам пиғылынан ажырамай соған сүйеніп отырып жылайтындары бар ғой. Тағы да сондайларды көргенде, ой, бұл арамзылыққа дауа жоқ екен-ау, дүниені түбі осы жұтып тынатын шығар деп жағаңды ұстайсың. Ханы бар, қарасы бар, алды-артына ой жіберіп, не болып барады деп зерделеудің орнына жел қуған қаңбақтай осы әзәзіл тірліктің алдына түсіп алып емпеңдеуде. Ал бұл бүкіл жүріс қайда апарып тірейді? Осыны ойлап, мына төңірегіндегілердің өсек аяң мен жалғандықтың, көрсоқыр қызғаныштың, шолақ менмендіктің буына бөккен іс-әрекеттерін, көлгір көрбілте жымысқы болмыс пошымдарын көре-көре мына дүниеден түңіліп кетесің. Осылай деп күйініп күрсініп еді Бекасылға. Әлде деп ойлады Өркен. Табиғаты таза, ақпейіл азамат айналасындағылардың түгесіліп бітпейтін қулық сұмдығына, опасыздығына мұнан әрі жаны шыдамай мына дүниеден шынында жерініп түңіліп кетті мекен? Жалғанның жалғандығынан безінді мекен? Сөйткен шығар. Бекасылды жерлеп қайтқан соң кешке таман Өркен қонысты ауылдың алдындағы жоңышқалықтың шетіне ертіп алып шығып, өзін толғантқан осы жайларды әңгімелеген еді. Екеуі де бұл Бекасылдың саналы шешімді түрде өз ықтиярымен жасаған әрекеті. Мұнысы сырт көздің табысына, сөзіне қалмау үшін жазымнан кеткен болып көрінуге жасаған айласы деген қорытындыға тоқтаған. Жақсылы-жаманды өмір сүруге хақлы болған адамның өз еркімен өлуге неге хақысы болмау керек, деді Өркен ойлана тұжырымдай, өзімен өзі сөйлескендей күйде.
Оның мына сөзінің мәнісіне түсінбей, не дейсің, не айтып отырсың, деді қоныс аңтарыла қарап. Өмірде естіп көріп жүрсің, біреу атылып, біреу асылып, біреу бауыздалып өліпті деп жазады. Бәрі бірдей солардың өздері жасаған нәрсе ме? Жоқ, жанама қолдардың қатысы бар ма? Ол жағын енді Құдай біледі. Ал мұндай іске өзі барған болса ше? Оның себебі беймәлім, жұмбақ күйде қала береді. Неге олай болды деп зерттеп зерделеудің орнына бәріне бірақ үкім шығарып, ауру жынды ауышқандардың санатына қосып, сан-сақа жүгіртеміз. Біріміз күлкі етіп табалаймыз, біріміз ой сұмдық айла жағамызды ұстаймыз. Енді өмір-ай, өмірде не болмайды? Иә, өмірде бәрі болатын шығар. Бірақ сол өмірде өзің көрген әрі тірлікке Құдай берген зерде санаң жеткенше зер салып, әділ таразылап, адал пайымдауға, қайғылы жаншырлық танытуға ұмтылсақ қой. Бағанағы бір ағамыздың айтқан сөзін, айызы қанғандай түрін көрдің бе? Өзінен өзі қол жұмсаған жан тозаққа кетеді деп кесіп-пішіп тұр. Енді солай дейді ғой. Құранның қай сүресінің қай аятында тура солай айтылыпты. Енді адамзаттың ұғымында солай деп қалыптасқан жағдай емес пе? Күнә саналады емес пе? Сонда елін басқыншылықпен жаулап алған озбыр патшаға қатын болуға арланып, өзін-өзі өлімге қиған сұлуларды, қозыны өлтірген қодарға қор болғысы келмеген баянды күнәһар дейміз бе? Шетінде ұсталған иттердің арсылдатып төніп келген фашистердің қолына тірі түскісі келмей, беліндегі тапаншамен өзін-өзі атып салмай, жаралы жауынгерді ше кінәлап құстанауымыз керек пе? Адамзаттың Айматовы атанған әлемдердің тұла Шыңғыс ағамыздың ақ кемесіндегі өзін-өзі суға батырған бүлдіршінді ше қылмысты етейік пе? Осы жандарды Тәңірдің өзі тозаққа қияр ма екен? Ой, сен журналистік фантазияңның тізімін жүзіп кеттің білем. Фантазия дейсің бе, реал дейсің бе? Мен саған мынадай бір әңгіме айтайын, алдымен өзіңнен сұрармын. Бекасыл аға осындай іске имансыздығынан, ақыл есінің кемшілігінен, кісілік болмысының төмендігінен немесе ашу ауыз делі қолының барды деп ойлайсың ба? Қоныс жоқ басып алғандай шошып кеткен. Ой, сен не деп отырсың? Мен Бекасыл ағаны танымайтын, білмейтін біреумін бе? Бұл не дегенің рас? Бұл қалай деген аң-таң күйдемін. Мұндай жағдайға қалай барды? Әсілі мұндай жағдайға адамдар үлкен болсын, кіші болсын, қандай себебі барын Тәңір біледі. Бұл өмірден түңілгеннен, бұл тірлікті енді керек етпегеннен, не бұл тірлікке өзінің керек емесін сезінген өгейліктен баратын тәрізді. Солай шығар, бірақ Бекасыл аға жұрттың алдында абыройы бар, атқарып жүрген қызметі бар, мынау деген азамат емес пе еді? Біздің көзімізге солай әрине, алайда ол кісінің ішкі дүниесіндегі не барын, жанын не жайлар ауыртқанын білмейміз ғой. Ағамыз тек өзіне сеніп, өз еңбегіне арқа сүйеген, туралықты ұстаным еткен, бір бетке қайсар адал болмысты кісі еді ғой. Айналасындағылардың өсек пен өтірікті тамызық еткен көлгір ашкөз қанағатсыздығынан әбден жерініп, мына дүниеден мәңгі көңілі қалған. Бәрі бір жалған екенсің ғой деп, мына жалғаннан түңілген. Сонан соң осындай жоспармен жұмыс істеген. Жоспарлы демекші, әркім өз білгенімен, өз шешімімен істейді ғой. Ол енді өз шаруасы. Біреудің өмір сүргісі келмейді, оны неге басқамыз кінәлауға тиіспіз? Оны да адамзатқа тиесілі бір жағдай ретінде неге қарастырмасқа? Құқықтық медициналық тұрғыдан немесе заңдастырмасқа? Заңдастырғаның қалай? Нені заңдастыру керек? Айтып отырмын ғой, біреулердің өмір сүргісі келмейді. Неге деген сұраққа әрине бір сөзбен жауап бере алмайсың. Себеп-салдары сан түрлі. Оларды түгел тізіп шыға алмайсың. Басыңа түскен ауыр қайғыны көтере алмауы мүмкін. Біреудің қысым қиянатына, өмірдің басқа да тауқыметтеріне шыдай алмауы мүмкін. Тіпті жаңсақтықтың ба, жоқ пендешілік ниетінің ырымын бе жасаған әлде қандай қателігін өзіне кешіре алмай, өз-өзінен жиіркенуі де мүмкін ғой. Ой, сен мынадай қияли әңгімелерді қайдан қазып отырсың? Көңіліме қай-қайдағылар түсіп кетті. Тағдырдың азабын тартқан асыл ақын ағамыз тағдырдың
бұл өмір абақты екен саналылығы деп жайдан-жай айтпаған шығар. Ақылың мен туралығың, имандылығың үшін де әзәзіл біреуге жақпай аяр әрекеттерінің зардабын тартатын болсаң, бұл өмірдің абақтыдан айырмасы қанша? Абақтылардағының онан қашқысы, құтылғысы келмейтіні бар дейсің бе? Ал әлгі пақырлардың әлгісі сол абақтыдан, азаптан қашуы, құтылу үшін тапқан жол емес пе екен? Осы жағдайға да ой жіберіп көрсек, сонда айтпағың не? Айтпағым осындай күйге түскен жандарды бақылап зерттеп, мүмкіндігі болса көмектесетін, олай болмаса мәселенің мәнін біліп отыратын заң қызметкерлері мен медицина қызметкерлерінен бірге жасақталған әрине бір мекеме неге ашпасқа? Ол мекеменің жұмысы жария емес, аса құпия болу керек. Бұл жерге кімдер келеді, кімнің ісі түсті, аз ғана тиісті кісілерден басқа ешкім білмесін. Жабулы қазан жабулы қалуы керек. Байқасаң, адам баласының, жас болсаң, кәрі болсын, осындай әрекетке баруының арғы жағында жалғандық, опасыздық, озбырлық, безбүйректік тәрізді қиянат, кәпірлерліктер тұр. Осыларды бойына ұялатып, қолына қару етіп ұстаған, тірлігіне кәсіп еткен қарғыс атқырлар тұр. Бұлардың адамзат бойына әу баста жабысып бірге келе жатқан бәлелер емес пе? Оған не істей аласың? Тәңірі өзі жаратқан құлдарын сынамаққа дүниеге әкелген бұл қару пиғыл әрекеттерді ешкім біржолата жоя алмайды әрине. Бірақ жаппай осылар үстемдік алатын болса, мына тірліктің арты не болады дегенді де ойламауымыз керек-ау. Әділдік, шындық, имандылықтың сағын жаңағылардың алдында сындыра бермеуді ескерсек, өзін саналымын дейтін әр пенде осыған мән берсе, бірді айтып бірге кетесің. Әңгімені созып алдым ғой деймін. Жаңағы ашылса деп отырған жаңа мекеме жайлы ойым. Ол мекеме өзіне өтініш білдірген кісімен сұхбаттасып, сырласып, келгенше көмектесіп, лажы болса оны аман алып қалып әрі қарай өмір сүруіне көмектессе, ал тіпті райынан қайтпағандар болса, тиісті дәрігерлер бір дәрімен бе, жоқ бір уколмен бе жаны қиналмай кетуіне жағдай жасаса, атылып өліпті, асылып өліпті деген гугу де жоқ. Кімнен, неден деген күдік, күмән, әңгіме де жоқ. Қоғамға да, төңірекке де сол тыныш болмай ма? Сен, бауырым, дәрігерлерді Гиппократтардың заңынан бездірмекпісің? Не деп отырсың? Гиппократ бүкіл адамзат баласына ортақ данышпан, әулие тұлға, сөз жоқ. Гиппократтың заңы қасиетті қағидат екеніне де дау жоқ. Бірақ ата-бабамыз жалпы адам баласы әспеттеген қай ізгі ұстаным сақталып жүзеге асуда, бұл заманда қай әділ заң үдесінен шығып орындалып жатыр? Кешеде, бүгінде біреулер саяси қарсыласын, біреулер кәсіптегі бақталасын, тағы сондай жек көрген жандарын дәрігерлердің қолымен де о дүниеге жөнелтіп жүрмегендеріне куәлік бере аласың ба? Жоқ, әлде өмір ғой, өмірінде не болмайды дейсің бе? Сен сонда адамды қолдан өлтіруді заңдастырмақсың ба? Қолдан емес, қалауымен дегенің қай қисынға келеді? Білмедім. Иә, адам баласының әртүрлі себептермен өмірден түңілетін кездер болар. Сонда өле беру керек пе? Ал өлгісі келгендер болса ше, ондай адамдар жоқ дей аласың ба? Жас кезімізде қария кісілердің көз алдындағы бала-шағасына қарап отырып, Құдай-ау, жаманшылығын көрсетпей, осылардың алдында ала көр, аманат жан өзіңдікі, қиналтпай ала көр деп тілегенін талай естідік қой. Солар соны шын пейілмен айтатын. Ол енді үлкен кісілерге тән әдет, қалып болған жағдай емес пе? Жоқ, жай даммен емес. Олар соны шын пейілмен айтатын. Әрі қарттардың, үлкендердің бәріне тән сөз емес бұл. Бұл иманы бар, санасы бар, жанға тән, жақсыны да жаманды да көріп, сонан сабақ алған кісінің сөзі. Көз алдындағы амандық, саулыққа шүкіршілік білдіріп, солардың бір қайғы қасіретін көрмеуді шын тілеген адамның сөзі. Тіпті басқасының бәрін айтпағанда, алда келетін азған, алжыған, кәріліктің салдарынан қорыққан пенденің сөзі дер едім мен. Сен де айтасың-ау, кәріліктен қорқып адам жасамауы керек пе сонда? Кәріліктің де түр-түрі бар ғой. Ақ қағазда әдемі бір кәрілік бар. Көрсең сүйсініп құрметтейсің. Мына өмірдің олдағы бір жарастығы тәрізді. Елдің төрінің көркі болатында кәрілік бар. 90-нан үстіне шықса да сергектігін сақтаған маңғаз кәрілік бар. Саған беріспеймін дегенде құнжыңдай қимылдаған жігерлі кәрік бар. Ол кәріліктердің жөні бөлек әрине.
оларды көргенде жарайсың қартым, 100-ге жет дегің келеді. Ал енді әттеген ай түгілі нәлеті тигізетін кәрілікті қайтесің? Қорқыныштысы сол ғой, қалай қартаятыныңды қайдан білесің? Ол Құдайдың қолындағы нәрсе. Кейбір азып, әрсізденген, ауыштанған, жеркенішті кәрілікті көргенде зәрең ұшпай ма? Әй, мынаған душар болғаннан гөрі дегенді ойға алмайсың ба? Сөйтіп жүріп те неше түрлі мүсәпірлік күйде жүріп те өлгісі келмейтін пенделер аз емес. Қанша қартайса да осы өміріне, осы тірлігіне риза, қанша аурудың азабын тартса да алдан үмітін үзбей өмір сүргісі келетін жандар да аз емес шығар. Құдай оларға ұзақ ғұмыр берсін. Ондай жандарға рахмет. Менің сөз етіп отырған әңгімем олардан басқа. Кәріліктің бе, тағдырдың ба мазағына, қорлығыңа көнгің келмей ал ендеше деуге неге қақың болмауға тиіс? Жан өзіңдікі ғой. Табиғаттың өзіне қарашы, мына талдақтар көктемде гүл ашып, жапырақ жайып, қазір мына жазда жанға сая болып дүниені сұлулыққа бөлеп тұр. Енді сәлден кейін күзде осы көрікті жапырақтар сарғайып, қурап жерге түсіп, желмен ұшып, төңіректі ыбырсыған ыбылысқа айналдырмай ма? Адам баласының өзінің ғұмыры да осы жапырақ тәріздес екенін неге мойындамасқа? Табиғаттың бұл құбылысы тірліктің жаңарып, өзгеріп тұруы үшін қажет бұлжымайтын заңдылық болса, адам баласы да өлім туралы ойланып, оны да өзінің тиесілі, өзіне тән ғажайып деп сезініп, алдыңғы дүниеге адал жолмен барудың қамын қарастырса ғой, онан да сүлдеріңді құр сүйрете бергенде не мәре бар? Дүние жаралғалы бері адам баласына үрей қорқыныш болып саналған өлімді сен шәй үстіндегі жайма-шуақ әңгімедей әспеттеп сөз қыласың. Меніңше зерделеген жан өлімнен соншалықты үрейленбеуі керек. Өлімнен адал пенделерден гөрі кісі өлтіргіштер мен қылмыскерлер қатты қорқады деп ойлаймын. Керек десең өлім батырлар мен данышпандарға арқа сүйейтін қорған демеу болған сияқты көрінеді маған. Олар өзінің жанкешті тірліктерін көп болса өлермін деген ұғыммен бетінен қайтпағандықтан, табаны тайылмағандықтан жасаған. Мүмкін сол жекпе-жекте сол кісінің үстінде ажал келсе кеткен де болар. Қорықпағандығынан өлімге жақын тірліктері кейінгі бүгінгі біздің елігіміз, мақтанышымыз. Өлмейтін пенде жоқ. Азды-көпті, жақсылық-жаманды өмір кештің, соңына ризалық етіп, енді қор болмай кетуді, жарық дүниеге қош айтуды есің барда еліңді тапты. Ойлаудың несі күнә? Біреуге кесір, зияның тимей, өз жаныңның қамы үшін жасаған бір әлсіздігіңді, кінәңді кеңшілігі шексіз Алла өзі кешірер бәлкім. Біреу өлемін десе, өлгісі келсе, дәрігерлерге обалын аудармай-ақ іше ме, әлде басқа да нәрселерді қолданып-ақ кете бермей ме? Ол өз тарапынан жасаған әрекетінен қиналмай жан тапсырса қоюына қандай кепілдік бар? Жылап келіп еңірегенге тап болдым дегендей, сол өзі жасағанның салдарынан басқа азапқа ұшырап, жарымжан кембағал мүгедек болып қалуы мүмкін ғой. Осы кезде бұлардың қасына таянып келген баланың ағалар деген даусы естілді. Екеуі өздерін кешкі асқа іздеп ауылдағылардың шақыртып жатқанын сезіп, орындарына тұруға қамданды. Жарайды, сенің пікірлерің мен сұрақтарыңа менің қайтарар жауаптарым мен уәждарым таусылды. Айтқан күнде де бәрібір сенің оған тоқтар түрің жоқ. Бұл әңгімелердің тұжырым түйінінің шешімін жұртшылықтың таразысына қалдырайық. Қайсысы мақұл, қайсысы не мақұл, көпшіліктің қалауы білсін, деді Қоныс. Оның да дұрыс шығар деп келісті Өркен. Бұл осы бір кештегі әңгіме еді. Онан бері талай жылдар өткен. Жақында сол бір оқиғаны, Қоныс екеуінің арасында болған сол бір әңгімені есіне түсірген жағдаяттар болды. Салқын тигізіп алып емделуге ауруханаға келіп жатқан жанындағы төсектегі көршісі, сырттай танитын бұлардың жас кезінде жоғары лауазымда қызмет атқарған үлкен белгілі кісі екен. Қазір кәріліктің салқын төріне ескі құдасындай болып жантайып түрі бар. Жүріп тұруы ауыр, дәрменсіз, әлжуаз күйін байқатқысы келмей, кекіген қоразданған күй танытқысы келіп әуреленеді. Онысы қазіргі болмысымен қалыспай, сырт көзге ерсі көрінгенімен шаруасы жоқ. Әрі-сәрі тірлік үйсіп-сұстанып, қалшиып отырып, сәлден кейін қалжиып аянышты ыңырсына бастайды. Сонан соң қасындағы түймешекті басып, медбикелерді шақырады. Мезгіл-мезгіл осылай жасайды. Әлде бір дәріні сұрайды. Сізге оны дәрігер
белгілеген жоқ, бере алмаймын деп медбике шыр-пыр болады. Онда дәрігерді шақыр, мен мұнда несіне жатырмын? Емдемейтін болсаңдар, аурухана деген ауруды жазбаушы ма еді? Не істейсіңдер сендер осы? Ертең бас дәрігеріне айтамын деп ашу шақырады. Сонан соң әлдене есіне түскендей бір сәт сабырға көшіп, енді жаныма батып жатыр ғой, бір нәрсе жасаңдаршы, айналайын деп жалынады. Дәрігердің рұқсатынсыз қайта-қайта укол сала аламын ба деп шарасыздана күбірлейді медбике. Өркеннің қасына келіп сыбырлай сөйлеп, өзі де тым беймас кісі. Кәріліктің ауруы бұл, оны Құдай жазбаса біз қайтіп жазамыз. Үнемі ауруханадан шықпайды. Кілең осылай бізді жазғырады. Қарияның бұл болмысы Құдайға да адамға да кедергі жоқ. Бір гәп дерсің, көбіне өлген балықтай сазарып мұздаған қалыпта сұлық жатады да бір кез басын көтеріп төңірегіне мәңгіре қарап алып, ойына әлдене түскендей, әлде өзінің әлі бұл дүниеде бар екенін сездіргісі келгендей оқырана жөнткіріп әлдене айтуға оқталып бұған мойын бұрқырайды. Ентіге отырып әлсіз дауыспен әңгіме бастайды. Бытыстырып, үзіп-созып айтатындары өзі қатысқан мәртебелі жиындар, қызықты сапар, кездескен көрген үлкен кісілер, кейде бірді айтып бірге жетіп шаңғысатын, әр нәрсенің басын шатып отырып, әлсіреп жастығына қисая құлайды. Сонан соң ыңырсып, ауырсынып, дөңбекшиді. Медбикеге қоңырау шалады. Өркеннің байқауынша, жаны қиналып ауырып мүләйім күйге түскен уақыттан басқа кезде бұл кісі өз бағасын төмендетпеуге тырысып бағады. Айналасына тұлданған, міндетсінген, өктемсінген қалып аңғартып, мына дүниеге ызбар шашып қояр еді. Әйтеуір өкпелі ызалы кімге неге Құдайым білсін. Медбикенің әлгі айтқан сөзін есіне алып, тірі өліктей болып жатқан қарияға қарап, бұл кісі мұнан әрі жүріңкіресе қандай кейіпте, қандай халде болмақ деп бойы тіксінген. Осы сәт қай-қайдағы ойына оралып, қайсы бір үйлерде кездесетін мына жайт табиғатынан парасатты болып жаратылған өмірдің не өткелінде сол кісілік болмысын жоғалтпаған. Жүрегіндегі иманын, қайрат-жігерін енді кезеңмен келген кәріліктің құрсауына түскен есіл қарияның кекшиген келінге, онан туған немерелеріне, солардың ыңғайына жығылған маубас баласына басы артық жүк масыл болып көрініп отырған бей-опа тірлігі есіне түскені. Кейде көшеде кезінде елдің көз алдында жұлдыздай жарқырап жүрген қайсы бір сұлулар мен арғымақтай желге жортқан небір жігіттердің кәрілік жеңіп, бірі таяққа сүйенген кірпі сияқтанған, бірі арса-арса маймыл тақылеттес болған, енді бірінің тасбақаша тырбаңдаған түрін көргенде артық кәрілік кісіге қол емес екен ғой, қор етеді екен ғой деуші еді. Қазір де ит кәрілік-ай дей берді де осы сәт бұрын көріп жүрген бір жағдай есіне түсіп, әй кісі тек кәріліктен ғана қор болмайтын шығар, оны қайдан қалай тап қыларын Алла білер деп өзіне өзі басу айтқандай ойланып отырып қалды. Сол бір сұрқысыз бейне, сұрқай сурет көз алдына келді. Біраз жылдан бері бұлар тұратын үйлердің ауласындағы қалдық салатын жәшіктерді түрпектеген, аударыстырып бір кезбе сүрепетсіз жан жүретін, жас шамасы әрі кетсе 40-тың үстіндегі адам мұндай күйге қайтып қалай түсті, оны кім біліпті. Кейде алақан жайып қайырда сұрайтын, кезіге қалса бұл тиын тебен беріп тұратын кім, қандай адам, онда шаруасы не? Әйтеуір қайыршы жан ғой деп берген кісіні кім жек көрсін. Мұны көрсе қалбақталап көңілімен сәлемдесетін бейшара жәшіктен табылғанды талғажау етіп жинаған тиындарын сыра-пыраға жұмсайтын болса керек. Көбіне бұлғақтаған масаң күйде болады. Кейінгі кезде көрінбей кетіп еді. Жақында ақсаңдап жоқырақтап жәшіктерді жағалап жүр. Қыста үсік шалды ма екен, жоқ әлде қандай апатқа ұрынды ма екен? Сол аяғының саусақтары мен майтабаны орнында жоқ. Орамалдары қан ба, батпақ па, кірден сатпақ кеспелтек шор болып кеткен өкшесімен басады. Ағаштың қу бұтағын сүйеніш таяқ етіп ұстаған. Мұны көріп үміттене ұмтылып көмектесе көріңіз деп жалбарынған. Қалтасына қол жүгіртіп іліккен бір көгала қағазды ұстата салды. Кешкісін жұмыстан қайтып келе жатса, әлгі байқұс ауладағы талдың көлеңкесінде жатыр.
әлде не деп былдырлап сөйлейді. Біреулерге тісін қайрап кіжінген сияқты. Енді бірде шықылықтай күледі. Жиіркенішпен айтты ма, аянышпен айтты ма, өзі де аңғарған жоқ. Мұныкі не тірлік, бұл байқұсқа мына өмір неге керек екен, Құдай-ау деген еді сонда. Бірақ байқап қараса осылардың ешқайсысының өлгісі келмейді. Ол үшін жазғыруға да болмас жазғандарды. Сонан соң да осылай итшілеп жүрсе біреуге пейіл. Бұл не? Өмірдің тәттілігі деген осы ма? Жарық дүниені қимау ма? Ойына Бекасыл ағасының өлімі, сондағы қоныс екеуінің арасындағы болған әңгіме оралған. Қайран Бекасыл аға ер екен-ау деп іштей толғанып, күйзеле басын шайқаған. Достар, әңгіме осымен аяқталды. Келесі әңгімені тыңдау үшін төмендегі подписаться бөліміне өтіп, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдын ала сіздерге рахмет.